Құрметті достар, Америкадағы көлік тақырыбы жайында қазақ тілінде контент тіпті жоқ десек те болады. Сондықтан Америкада қалай көлік сатып алуға болады, сол жайында айтып беруді жөн көрдік. Америкада Қазақстанмен салыстырғанда көлік бағасы өте арзан, 2-3 есе арзан десек те болады. Мысалы, мына көліктің құны $3000–4000 аралығында. Ал егер осы жақта жұмыс істейтін адамдар болатын болса, бұл тіпті бір айдың ғана жалақысы деп әбден айтуға болады. Көлікті сатып алу үшін не істеу керек? Craigslist немесе OfferUp сынды бағдарламаларға кіріп, көліктердің бағасын салыстырып, өзіңізге ұнаған көлікті таңдайсыз. Көлікті таңдағаннан кейін көлік иесімен кездесіп, бағасын келісіп болғаннан кейін сіздерге title деп аталынатын кішкентай бір қағаз бар. Соның қызылша келген астында тұратын бөлігін сіздерге береді. Сол бөлігін алып, сіздер өздеріңіздің ақпараттарыңызды толтырасыздар. Сатушы сіздің ақпараттарыңызды интернетке енгізіп, мен көлігімді саттым деп ақпарат береді. Ал бағанағы title сіздердің қолдарыңызда қалады. Соны алып сіздер DMV деп аталынатын біздің тілмен айтқанда сонға барасыздар. Сол жерде Vehicle Registration деген арнайы бөлім бар. Сол жерге барып өз кезегіңізді күтіп, тайтылды бересіз, өзіңіз туралы ақпараттар толығымен айтып бересіз. Жаңа налог дейді. Әрбір көлікке әртүрлі ақша төленеді. Мысалы, мен өз көлігіме $200 көлемінде налог төледім. Соның барлығын жасап біткеннен кейін сіздерге үйлеріңізге хатпен жаңа тайтылды жібереді. Егер сіз сататын болсаңыз, бағана қызыл бөлікті басқа адамға беруіңіз қажет. Ал енді көліктің өзіне тоқталатын болсақ, көлік өздеріңіз көріп тұрғандай Toyota маркасы әлемге әйгілі. Модельге келетін болсақ, бұл көлік Prius 2008 жылғы. Prius'ың қазір 2010, одан кейінгілері де бар. Бұларда 20-лық, 30-лық деп, кейбір кезде Prius 50 деп те атап жатады. Ол кейінгілері әрине шыққан. Бұл көліктер өздерінің экономды болғанымен әлемге аты шулы. Көлік жартылай тоқпен, жартылай жанармаймен жүреді. Бұлайша айтқанда гибридті көлік. Бір бензинге барып толтырған кезде 45 литр бірақ құйып аласыз, бір аптаға толығымен жетеді. Мен мысалы, егер күні бойы жүретін болсам, тоқтамастан 4 күнде бір рет құям бензинді. Бензиннің құны мына жақта Қазақстанмен салыстырғанда қымбатырақ, бірақ соның өзінде біраз ақшаны қалтамда сақтап қаламын. Сондықтан көлік алу Америкада өте оңай. Тіпті кейбір кезде аукциондарға да барып таңдап алсаңыздар болады. Бұл көлікті біз осы жаққа келгеннен кейін бір қазақ кісінің қолынан алдық. Жалпы Америкаға келген кезде көлігіңіз болмаса өте қиын. Себебі Америка біраз бізге қараған дамыған мемлекет болғандықтан, көліктердің бағасы арзан болғандықтан жаяу жүруді жөн көрмейді. Астыларында көлік болғаны абзалырақ. Сол себепті бұл жақта автобустардың саны бізге қарағанда анағұрлым аз, күту керек, метромен жүру керек деген сияқты. Көлігіңіз болса, діттеген жеріңізге еш бір мәселесіз жетуге әбден болады. Сондықтан мен жеке басым өзім Америкаға келген кезде, егер ұзақ уақытқа қалатын болсаңыздар, көлік сатып алуды жөн деп санаймын. Көліктің бағасы айтарлықтай қымбат емес. Өздеріңізбен бірге қажетті сумманы алып келіп, тіпті ай сайын бөліп төлеуге солай келісіп алуға да болады. Кейінірек өздеріңіз қайтатын кезде қайтадан сатып жібересіздер. Міне қысқаша толығырақ ақпарат осы. Алдағы уақытта келесі сандарда қайта жүздесеміз. Көлік туралы сұрақтарыңыз болатын болса, видеоның астына қойсаңыздар болады, міндетті түрде жауап береміз. Каналымыз ары қарай даму үшін сіздердің қолдауларыңыз керек. Сондықтан жазылып, бізге лайк беруді ұмытпаңыздар. Кездескенше амандықта болайық ағайын.